Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге сосиска в тесте жасайтын боламыз. Ең оңай әрі ең тез жасалынатын сосиска жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек тестамызбен сосиска в тестемізді дайындап аламыз. Бірнеше бөлікке бөлеміз тестамызды. Сосискамызды ашып аламыз. Қамырымызды осылай ұзына бойы жаятын боламыз. Қамырымызды сосискаға осылай бір келкіге орап шығамыз. Дәл осылай барлық қамырды жайып шығып, бәрін орап шығамыз сосискаға. Табамыздың астына кез келген майды жағуға болады. Жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сосисканың беттеріне жағып шығамыз. 220 градусқа 20 минутқа пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк баса кетіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.